Келесі сұрақ бізде traveling, яғни сіздің саяхаттауыңыз жайында, саяхаттауыңыздың мақсаты жайында болады. Сондықтан да ол өте маңызды бір бөлімі. Яғни сіз оған ешқашанда мен Америкаға қалу үшін немесе ол жақта ақша табу үшін, көру үшін деп айту өте бір қателіктердің бірі. Көру үшін, яғни сіздің белгілі бір мақсатыңыз болу керек. Сіз қай жерлерді көру керек? Сіз бір адам үшін бара жатқан жоқ екеніңізді, белгілі бір іс-әрекет үшін бара жатқаныңызды білдіртпей, өзіңіздің бір балалық армандарыңыз жайында, яғни түсіндіре білу керексіз. Енді сұрақтарға тоқтала кетейік, ары қарай да барлық сіздерге түсінікті болады деп үміттенемін. Жалпы ең бірінші қойылатын сұрақтардың бірі ол have you ever been abroad? Where? When? How long ago? Енді өздеріңіз де түсініп тұрған шығарсыздар, иә? Сіз вообще осы кезге дейін болдыңыз ба? Жаңағыдай осы біздің еліміздің сыртында, яғни басқа бір мемлекетте болдыңыз ба, қыдырдыңыз ба деген сияқты сұрақ. Оған сіз енді кейбір адамдар пустой паспортпен келеді, иә? Бәрімізде солай болды. Ол ешқандай да проблема емес. Қорықпаңыз, өтірік айтудың керегі жоқ, негізі мен болғам деген сияқты. Қалай болды? Болмасаңыз, жоқ болған жоқпын. No, I've never been abroad before, but I like the idea of traveling and learning about other countries деген сияқты белгілі бір жалпы жауаптармен өзіңіздің неңізді қорғап шықсаңыз болады. Ал егер де болсаңыз, оны да жасырып керек емес, потому что сіздің паспортыңыз оларда болады, өзіңіздің данныйларыңыз болады. Сондықтан да қалай болды, солай егжей-тегжейлі айтып беріңіз. Шетелде қай елде болдыңыз, кіммен болдыңыз, қалай болды деген сияқты спокойно жаңағыдай түсіндіріп беріңіз. Мен осы жерде болғам, осындай жылы деген секілді. Келесі сұрақ бізде осы сіздің Америкаға бара жатқаныңыздың мақсаты қандай? Сіз неге именно Америкаға барғыңыз келеді? Why do you want to visit or to go to US? Ол кезде бұл өте маңызды сұрақ. Ол кездегі сіздің жауабыңыз өте маңызды. Яғни сіз айта алмайсыз, Америкада қалу үшін немесе ол жақта тұру үшін тұрып көргім келеді деп айтуға болмайды. Мүлдем тұрып көргім келеді деп айтуға болмайды. 3 айда сіз тұрып үлгермейсіз. Оны сіз ойыңызды дұрыс емес жеткізіп алуыңыз мүмкін ол кезде. Мүлдем тұру деп, өмір сүру деп айтпаңыз, 3 ай болсын өмір сүремін деп те айтпаңыз. Жай ғана мен мысалға айтсаңыз болады. Гарвард университетінің газонында жатып кітап оқығым келеді, или там Таймс скверда мысалға қазақтың туымен инстаграмға фото салғым келеді, ол менің кішкентай кездегі арманым деген сияқтындай кішкене бір фантазия қосып басқаша айту керек та. Сол кезде айтады, нормально екен ғой деген сияқты сіздерге кішкене яғни Америкаға баруларыңызға мүмкіндік береді. Сондықтан да кішкене заранее өздеріңіздің ответтеріңізді дайындап алыңыздар. Біздің дайындаған методичкаларымызда ағылшыншасында, қазақшасында барлығы бар, сіздер оны қарай аласыздар, бірақ бөлек өздеріңізге ответтер дайындаңыздар. Бөлек оны сіздер күніге практика жасаңыздар, потому что аяқта біраз давление болғанда, өзіңізде кішкене қорқыныш болған кезде ұмытып қаласыздар. Сондықтан да оны заранее бір апта 10 күн көлемінде тоқтамай қайталаған жөн. Келесі сұраққа көшейік. Ол бізде what state will you go and why? Ол қайсы штатты таңдадыңыз және де неліктен? Ең бірінші job offerіңізді қарап алыңыз, қай штат екенін білетін шығарсыз, бірақ сонда да қарап алыңыз. Интернетке кіріңізде ол жайында көптеген факттар тауып алыңыз, және де оны просто так маған сондай офер түсті, мен сол үшін сол жаққа жұмыс жасауға баратырмын, немесе ол жақта налог жоқ екен, сол үшін барамын емес. Яғни сіз айту керексіз белгілі бір. Например, мен Сисайд-Хайтс қаласы Нью-Джерси штатына барамын, себебі Нью-Джерсида менің сүйікті фильмдердің бірі девочка из Джерси түсірілген, және де Сисайд-Хайтс деген қала тура Атлант мұхитының жанында орналасқан. Сондықтан да мен сол штатты таңдадым деген секілді болсын, кішкентай ғана факттар болса да оны бір-бірімен жаңағыдай құрастыра біліңіз. Ол өте маңызды. Келесі, what part of the US do you want to visit to go? Яғни сіз қай жеріне барғыңыз келеді именно Американың? Мысалы, консулға қызық болуы мүмкін. Болды, жарайды, мынау жақсы екен, бірақ именно қай жерлерді көргің келеді? Мысалы, сен Америка туралы бір нәрсе білесің ба деген секілді оймен де қоя салуы мүмкін. Сол кезде сіз айту керексіз, например, ең бірінші, first of all, I would like to visit New York, сіз Нью-Йоркты көргіңіз келеді. Одан кейін обязательно Американың астанасы Вашингтонды көремін. Және де жаңағы бір осындай дикий западты, яғни бір жабайы батысты мен бағындырамын өзіме деген сияқты, жаңағы Лас-Вегас, Лос-Анджелесті көремін деп өзіңіздің құштарлығыңызды көрсетіңіз. Сол кезде жалпы саяхаттауға деген өзіңіздің ынтаңыз күшті екенін көрген консул сізге міндетті түрде жалпы визаны одобрение жасайды. Келесі сұрақ, сіз қанша уақытқа бара жатырсыз?
ол сұрақта енді барлығымызда бірдей уақыт қой, бірақ сіз оны білесіз ба, білмейсіз ба, ол да консулдың сізге қоятын андай тексеріс сұрақтарының бірі болып табылады. Яғни сіз қай уақытта барасыз, қанша уақыт қалатыныңызды өзіңіз білесіз бе деген секілді. Сондықтан да сіз DS формаңызды тағы да бір рет қарап алыңыз, қай датаны сіз бару керек екенін белгіледіңіз және қашан қайтатыныңызды белгіледіңіз, соны міндетті түрде қарап алыңыз. Потому что сәйкес келмей тұрса, жарайды енді датасынан 1-2 күн шатасып кетсеңіз более-менее болады, бірақ енді, конечно, бір 5-6 күн разница болса, это уже кішкене подозрение туғызады. Сондықтан да айтыңыз, например, Америкаға мен экзамендардың барлығын бітіргеннен кейін бірден ұшып кетемін, одан соң осы августтың соңында мен қайту керекпін, себебі менің сабақтарым басталады дегенде сіз нақты айтыңыз, және де датасын қосып жүргеніңіз өзіңізге жақсы болады. Келесі сұрақ сізге қойылатын ол, егер де тоже тексеріс сұрақтардың бірі болуы мүмкін, егер де сіз Америкада қалу шансы болса, ондай мүмкіндік болып тұрса, сіз не істер едіңіз деген сияқтындай. Просто как свои сияқты сұрақ қойып жүру мүмкін, оған да сіздер алдан қалмаңыздар. Ол сұраққа сіз тек қана жоқ деп жауап бере аласыз, бірақ оны белгілі бір сөйлеммен жинақтап алыңыз. Яғни қалай ол? Америкада қалуды мен жоспарламаймын, жоқ қалмаймын, себебі мен оқуымды аяқтауым қажет. Ата-анаммен ол жайында біз осы кезге дейін ақылдасқан жоқпыз, сондықтан қала алмаймын, немесе некеге үйленуім қажет деген секілді бір белгілі бір причиналарды айтсаңыз, ол кісі айтады, значит, мынаның өзінің мақсаты бар екен, так что бұл точно қалмайды деген секілді сізге береді виза. Және де ең соңғы сұрақтардың бірі ол, сіз енді travelingті жақсы көресіз бе, саяхаттағанды жақсы көресіз бе деген сұрақ. Оған да енді өзіңіз қалай білесіз, солай жауап беріңіз, бірақ бұл жақта әрине деп жауап беру дұрыс сұрақ. Я деген жауап, потому что сіз жақсы көрмеймін деп тұрсаңыз, айтады ғой, Америкада ертең уақытын босқа өткізіп алса, или консульствомен проблема болса, екі елдің арасында бір какой-то бір не болса, значит, басқа бір мақсаттары болса деген сияқты подозрениялар болуы мүмкін. Сондықтан да әрине деп жауап бергеніңіз дұрысырақ болады. Яғни просто так деп тұрмайсыз ғой бетіне. Әрине, саяхаттау деген мен үшін өте бір ерекше хоббидан, немесе ол үйрену, зерттеу, жалпы ақылды болу, әлемді аралағым келеді, көптеген достар тапқым келеді деген секілді. Яғни кішкене өзіңіздің ойыңызды жеткізе біліңіз. Жоқ, әрине деп қана тұрмай, яғни өзіңіздің ойыңызды ағылшыныңыз жетпей бара жатса да белгілі бір сөздерді қосу арқылы ойыңызды жеткізуге тырысыңыз, каким-то образом бір нәрсе шығаруға тырысыңыз, потому что ана жақта сіз просто так сөйлемей қалсаңыз, кішкене ол да ыңғайсыз болады, потому что консул ойлайды, мынау қазірдің өзінде осылай кішкене уайымдап тұр, қорқып тұр, ертең Америкаға барғанда өз басына жалпы ие бола алмай қалса, ертең жоғалып кетсе, белгілі бір басына жаман жайттар келіп қалса, олар жауап береді ғой, екі елдің арасында бір проблема туындамас үшін олар соған да уайымдайды. Яғни ол виза бермеуінің белгілі бір шарттарының бірі болып табылады да, қарайды сізге. Сондықтан да өзіңізді барынша уверенно ұстаңыз, және де еш нәрседен қорықпай, спокойно өзіңіздің ойыңызды жеткізуге тырысыңыз. Қорқып тұрыспай, мен кішкене қорқып тұр едім, кешіріңіз, давайте мен ары қарай жалғастыра берейін деген сияқты, спокойно, кәдімгідей олар да адам ғой, по-любому түсінеді. Сондықтан да ары қарай жалғастыра бересіз. Жалпы осы біздің келесі сабақтарды қараңыздар, біз барлығын нақты сіздерге түсіндіретін боламыз.